Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы, саяси ақпараттық шолуымыз бүгін Қытай туралы болмақ. Қытайда сұмдық апат болып жатыр. Бұл апатымыз бірі Құдай төте жіберген табиғи апат. Анығында қазақ айтатын біреуді Құдай қаңғыртады, біреу Құдайға болмай өзі қаңғырады демекші. Қытайдың бұл апаты Құдайдан сұрап алған, тілеп алған коммунистердің апаты. Анығында Қытайда дәл қазір жылдағы табиғи апаттардың біреуі уақытсыз уақытта көктемде селдің басуы, сел келу, тасқын келу, сең келу болса, енді биыл таңғажайып қағыр апаты болып жатыр. Қытайдағы құрғақшылық, Қытайдағы қағырлық Қытай тарихында сирек кездесетін сұмдық деңгейге жетті. Енді бұны әлемдік ірі ғалымдарда, мынау үлкен табиғат зерттеушілерде, жер қыртысы мамандары, үлкен су құрылысы жобалаған мамандар, тіпті шетелдің ғалымдары, солардың барлығы бұл апаттарды баяғыдан айтып күні бұрын болжап қойған. Ол Қытайдағы мынау ең үлкен өзеннің бірі болып саналатын Чаңжаң өзеніне жаңағы Үшқысам дейтін су электр станциясын салу. Және бұл су электр станциясын Қытайлар 40 жыл ойланып барып салды. Ең соңында осы су электр станциясын ешқандай бір басшы қол қойып, сапасы толымды деместен іске беріліп кетті. Себебі бұның қабылдап алуға бір адам тәуекел ете алған жоқ. Енді осы аспан алақандай, жер теміргідей кезден бері құрлық болып, су болып, жаратушы жаратқан табиғатты өзгертіп, анау басы Тибеттің үстіртінен бастап алып, Қытайдың тұтас орта жазығын кесіп өтіп, Шығыс Қытай теңізіне құятын осы өзенді буып алу кезінде Қытайда үлкен дау қозғаған, тіпті адамзаттық деңгейдегі үлкен дауды қозғаған. Енді сол кезде батыстың ғалымдары әлдеқашан айтып кеткен. Бұл су апатын тудырады, артынан жер сілкінісін тудырады, одан ары қарай ойпатты жерлерде шалшықтану, саздану құбылысын тудырады, тіпті ары қарай осыдан барып экология қыста керісінше суық, жазда қағыр болады, тіпті кейбір өңірлерде құрғақшылық апаты болады. Тіпті ғасырлар бойы қалыптасқан, миллион жыл қалыптасқан жер асты су жүйесінде өзгеріс туғызады. Жер астындағы судың ағыстары өзгереді, жер астындағы бұлақ көздері бітеледі. Себебі бұл тұтас тау жынысы, жер қыртысы, экология, ауа ағысы, су ағысы бәріне өзгеріс төндіреді. Мынау үлкен адамзаттық деңгейде апат болады деп айтқан. Тіпті кейбір батыстың сарапшылары, егер Үшқысам су қоймасы жарылатын болса, Қытайдың 1/3, яғни кем дегенде 1,5 миллиард Қытай суға кетеді деп айтқан. Енді биыл таңғажайып апат болып тұр. Бұны да Қытайлар табиғи апат деп жатыр. Ең сұмдығы, кейбір жерде су тасығанмен, Қытайдың басым көп санды жерінде биыл құрғақшылық. Және ең сұмдығы, температура шектен ыстық болғандықтан, жүрек әлсіздер және ыстық температураға шыдай алмайтындардың алды өліп жатыр. Ең сұмдығы, Қытайда биыл электр тапшы. Электрдің тапшылығынан Қытайдың ірі қалаларында, тіпті үлкен супер қалаларының өзінде қазір электрді уақытылы беретін жағдайға түсіп қалды. Сағат бәленнен бәленге дейін электр беріледі, одан кейін электр жоқ дейтін жағдайға түсті. Бұл Қытайда мау заманы аяқтап, Қытайда экономика дамып көтеріліп, 78 жылы Қытай Еуропа Америкамен одақтасып жұмыс жасай бастағаннан дәл қазірге дейін болып көрмеген құбылыс. Енді осы құбылыс Қытайда үлкен сұмдыққа алып келді. Электрдің тапшылығынан шағын өндірістер тоқтап жатыр. Электрдің тапшылығынан үлкен азық-түлік сақтайтын, жеміс жидек сақтайтын, тағы басқа да электр арқылы суытып сақтайтын өндіріс орындары үлкен шығынға батып жатыр. Тіпті кейбір шұғыл электрсіз мүлде жұмыс істемейтін өндіріс орындары менен тіршілікке қатысты тараулардың барлығында үлкен апаттар болып жатыр. Енді Қытай бұл электр тапшылығын неден түсіндірерін білмей отыр. Себебі
Қытайдың электрінің біраз бөлігі осы су электр станциясына қатысты болса, біразы атом, біразы көмір арқылы жағатын. Американың Қытайға қайта мынау сендер жер шарының ауасының ысып кетуіне, климаттың ысуына сендер себепшісіңдер, мына көмір жағуды азайтыңдар деп қысым салатынын да содан білесіздер. Қытайда көмір арзан. Қытайда көмір өте арзан. Бүкіл Қытайдың батыс терістігі Шанши, тіпті бұрынғы ежелгі біздің ата-бабамыз жасаған жерлер, моңғолдар жасаған жерлер, сол жерлердің барлығының асты тұтас көмір. Ал Шығыс Түркістаннан да қиысапсыз көмір байлығы соңғы жылдары шыққан болатын. Енді бұл көмірлерді Қытайлар мақтанған. Бүкіл адамзат болып жақсақ бәленбай 100 жылға жетеді деген. Енді сол көмірді, жаңағы көмір кендерінің маңында от электр станциясын жаппай құрды дағы көмірді сол өз жерінен тасымалдамастан сол көмір кеннің басында отырып жағып, одан шыққан электрді тасымалдап, бүкіл Қытайдағы электр жүйесін кәдімгі қаныққан, толыққан жағдайға жеткізген алтын дәуірі енді аяқтап жатыр. Бұл енді Қытайдың Құдайдан өзі сұрап алған, өзі тілеп алған апаты. Бірақ бұл таңғажайып апатпен қоса, қазір Қытайда екінші үлкен адами апат келе жатыр. Екінші үлкен адами апат Қытайдағы мемлекеттік мекемелердің 66% қызметкері жұмыссыз қалғалы тұр. 66% мемлекеттік қызметкер жұмыссыз қалады. Бұны Қытай тілінде шия дәуи дейді. Ол деген сөз өзі табыс таппайтын мемлекеттен, яғни қазынадан қамтамасыз етілетін мекеменің қызметкерлері. Яғни табыс таппайтын. Енді осы тіке қазынадан қаржыландырылатын, қазынадан айлық алып отыратын осы мекемелерде Қытайлар сынақ ретінде Шанши өлкесінде 2 ауданға сынақ жасады. Оның біреуін әр 4 адамға бір мемлекеттік қызметкер екен. Әр 4 адамға. Ал екіншісінде әр 25 адамға бір адам тура келді. Бірақ жалпы Қытайдың әр жеріндегі мемлекеттік қызметкерлердің, яғни орыс тілімен айтқанда бюджетниктердің пайызы қазірше белгісіз жағдайда. Бір жерлерде көп, бір жерлерде әлсіз. Енді бір жерлерде аз. Жалпы Совет одағы, Солтүстік Корея, Қазақстан, Ресей сияқты жерлерде мемлекет сол бюджеттен қаржыланатындардың шексіз көптігінен және бюджеттің ақшасының талан-таражға түсуінен барып құлаған, білесіздер. Енді дәл қазір Қытай сол өзінің бюджеттен қаржыланатын, мемлекеттің қазынасынан ақша алатындарына айлық бере алмай, соның экспериментін алдымен 2 өлкеде жасады. Енді қазір оны өздері мақтап дәріптеп жатыр. Ол деген сөз жуырда енді кәдімгі таңертең ерте жұмысынан орнынан тұрады, мекемесіне барады, газетін оқып, қайнаған суын ішіп, басқа істейтін ештеңкесі жоқ, түсте қайтады, кеште түстен кейін келеді, кеште қайтады, сөйтіп отыратын кәдімгі партия қызметкерлері, үкіметтік қызметкерлер, кәдімгі мемлекеттен тіке қаржы алып отыратын тағы да осы саяси мекемелер, үгіт насихат бөлімі, анау көк, мына қысқасы сол сияқты бюрократиялық қалыптасқан үлкен, былайша айтқанда арамтамақтар жүйесі бәрі жұмыссыз қалғалы тұр. Ал бұның арты жұмыссыз қалатындардың бірінші кезегінде әрине қазақтар кетеді. Енді алдағы уақытта Шыңжаңның қазақтары, әсіресе Қазақстанға кезінде көшіп келген, бірақ халықаралық заң бойынша өзі жұмыс істеген жерінен, өзі пенсияға шыққан жерінен пенсия алып отырған Қазақстандағы Қытайдан пенсия алатын топ енді алдағы уақытта жағдайлары қиындауы мүмкін. Бір кезде Қытайдан көшіп келген қазақтардың ішінде Қазақстанның азаматтығын алғаны да бар, алмағаны да бар. Қытайдағы пенсиялар тоқтап қалғанына байланысты үлкен халықаралық дау көтергенбіз. Себебі халықаралық заң бойынша бұл азаматтар жастық өмірін, күш-қуатын, ерік-жігерін сол жерде жұмыс істеді. Мемлекеттік мекемеде, докторханаларда, университеттерде, мектептерде, қысқасы бір сондай жұмыстарда істеді бұл қазақтар. Енді олар заң бойынша пенсияға шыққаннан кейін халықаралық заң және тіпті сол Қытайдың өзінің заңы бойынша олар өмірінің соңына дейін мейлі шетелдің азаматтығына өтсін, өтпесін, мейлі Қытай азаматтығынан бас тартсын, тартпасын, пенсиясын алуға құқылы. Бұны халықаралық еңбек шартнамасында кепілдендірген.
Қытайлар енді олардың пенсияларын 16-17 жылдан бастап тоқтатты. 17-18 жылдарда біз көтердік. Нәтижесінде халықаралық қысым аясында Қытайлар олардың пенсиясын қайтадан қалпына келтіруге мәжбүр болды. Енді осы қазақтардың басына қайтадан әңгір таяқ орнауы мүмкін. Себебі қандай да бір зұлымдық келсе, алдымен сол бейшара қазаққа келеді ол жерде. Және бірі Қытайдағы осы қаржылық дағдарыс енді Қытайдағы үлкен саяси тұрақсыздықты тудырып жіберуі бек мүмкін. Саяси тұрақсыздық туып кеткен жағдайда ендеше ары қарай Шыңжаңдағы жағдайда да өзгеріс болуы мүмкін. Дәл қазір осы мәселе бүкіл дүние жүзінің назарын қатты аударып отыр. Иә, Қытайда дағдарыс болады, Қытайдың бүкіл тауары сыртқа өтпей қалды. Америка мен Еуропаның Қытайға санкциясы күшейіп жатыр. Қытайдың ірі әскери технологиялық ірі IT компаниялары, корпорациялары Американың санкциясына ұшырады. Huawei корпорациясының CEO-сы Канадада тұтқынға алынды, артынан Қытайға қайтарылды. Huawei-ға Америка микрочип беруді тоқтатты. Huawei ұялы телефонын Американың жаңа халықаралық танымал Google, Facebook, Twitter, Google карта тағы басқа сияқты қалың әптерін қолдануға тыйым салды. Huawei өз алдына микрочип зерттейтін болды. Huawei өз алдына жаңағы Android емес, iOS емес, бөлек жаңағы нені өздері зерттеп табатын болды деген қаншама ақпаратты айтты. Бірақ нәтижесінде сол Қытайдың әскери қаржыландырып отырған өтіріктен батыс пен Еуропаның IT саласын жаулау үшін қолда жекеменшік компания сияқты жасаған Huawei корпорациясы енді қазір қызметкерлерін жалпы беттік зор көлемде қысқартуға мәжбүр болып отыр. Ол деген сөз Қытайдың заңы бойынша енді сол Huawei корпорациясындағы адамдар енді жұмыссыз қалуға алдын ала вакцина ұрып отыр. Себебі Huawei жаңағы микрочипті зерттеп жасай алған жоқ. Бүкіл телефондары халықарада 90% сатылудан тоқтады Қытайдың ішінен басқа. Себебі ол жаңағы халықаралық ірі әптердің ешқайсысын қолдана алмайтын болды. Содан бастап міне Қытайдың нөмірі бірінші ұлттық компаниясының өзі банкроттықтың ең алдыңғы шегіне жетті. Нөмірі бірінші Қытайдың үй құрылыс компаниясы, жылжымайтын компаниясы, Evergreen корпорациясы банкроттыққа жетті. Оған қаржы берген, қаржы салған, оның жарнасын сатып алған шетелдік компаниялардан тартып Қытайдың компаниялары, тіпті оған несие берген банктердің бәрі қазір сол Evergreenнің кесірінен олар банкроттықтың деңгейінде тұр. Ал Evergreenға құрылыс материалдарын берген қысқасы ол жылжымайтын немесе онымен жұмыс келісіміне отырғандардың бәрі банкрот болып отыр. Немесе финанстық құрылымдар онымен одақтасып жұмсаған бәрі банкрот болып отыр. Енді осының барлығын біз мынау Трамп, Америка, Қытайдың кеңірдегін қысқан кезден бастап, біз өзіміздің Құдай берген экономикалық финанстық біліміміз бойынша біз осының арты ең соңында Қытайда жамбағыстың қиын болатынын, айғырмен ойнаған ат арқасын алдыратынын, ажалды қарға бүркітпен ойнайтынын біз сол 17-18-дегі лекцияларымызда айтқанбыз. Енді сол міне бүгін келді. Біздің әулиелігімізден емес. Себебі барыс соған бара жатыр. Әрине Қытай дәл қазір әлемдегі Америкадан кейінгі екінші үлкен экономикалық тұлға. Әлемдегі Америкадан кейінгі екінші үлкен экономикалық тұлға. Қытайдың нарығы үлкен нарық. Енді осы нарықтың құлауы, ол деген сөз, жаңа қолыңызға қасық алып алып, үлкен жаңағы таудың етегінен бастап қазған сияқты әңгіме. Енді сол міне 4 жыл бойы соның Қытайдың экономикасын құлату туралы батыстың жасаған жұмысы. Әрине бұл жерде батыс оны құлатайын деп құлатқан жоқ, Қытайдың өзі тілеп алды. Қытай алдымен ол жердегі қазақтарды, ұйғырларды миллиондап қамай бастады. Америка ескертті, Біріккен ұлттар ұйымы қанша мәрте Қытайға жаңағы ескерту жасады, қанша мәрте Қытайға сын айтылды. Медиалар жапа тармағай жазды. Әрине оның бәрін ақпаратының 95-98%-ын біз бердік. Нағыз ата жұрттар. Америка қаншама санкция салды. Мәжбүрлі еңбекті біз дәлелдедік. Қытайда өстіп қазақтарды, ұйғырларды құлдық зауытқа жұмысқа жегіп жатыр. Міне, мына жерде зауытта жұмыс істеген қазақтар деп біз дәлелдедік. Содан ол құлдық жұмыс туралы Қытайға қарсы
санкциялар салды. Қытайдың мақта өнімдері менен помидор өнімдеріне тыйым салды. Қысқасы Қытайдың кеңірдегінен қыса. Ол Еуропа мен Америка бір жолда оны ыңқ еткізіп ұрған жоқ. Себебі ескертіп отырды әр жолы. Бүгін мына жерінен, ертең ғана жерінен. Енді Қытайдың біз осыдан 2 жыл бұрынғы лекциямызда мынау спутниктен көрінген хабарда бүкіл шығыс теңізде Қытайдың алып 100 мың тонналық кемелері қаңтарылып тұр. Бүкіл анау Африканың, Еуропаның, бүкіл Океанияның бүкіл мемлекеттеріне Латын Америкаға тауар таситын, қысқасы ең қарапайым түс шұқығыштан тартып, байпақтан балға дейін тауарды сол бүкіл дүниеге ең арзан тасып жеткізіп отырған Қытайның сол бүкіл тасымал кемелері қаңтарылып тұрғаны, бүкіл кеме сол теңізде жай тұрған Қытайдың жағалауында біз дабыл қағып айтқанбыз халықаралық медиадан оқып. Енді сол міне басталды. Басталғанда бұл енді өте сұмдық, сұрапыл, жаңағы бір-бірден емес. Мысалы, біреудің ауруы былай басталады. Аздап жайсызданып бастайды, ұйқысы қашып бастайды, немесе тамағы жыбырлап бастайды. Сосын барып аздап температура, ойбай, не болып қалдым деп сөйтіп ауыратын адам болады. Енді алады да біреу тіке құлайды. Бұдан бұрынғы Қытайдың сол батыстың санкциясына ұшыраған кездегі белгілері жаңа сол тамақ жыбырлаған, ұйқысы қашқан, аздап денесі жайсызданған белгілері білінсе, енді Қытай кәдімгі тура төбесінен ұрып құлатқандай төсек тартып, тілге келмей жататын халге түсті. Бұл жолғы Қытайдың белгісі, яғни ауруы сыртына шыққан белгі болып тұр. Енді өзінің бюджетниктерін, өзінің қазынадан жаңағы ақшалатындарын өзі қаржыландыра алмайтын халге жету деген сөз мемлекеттік дефолт, мемлекеттік дағдарыс. Яғни Қытай банкрот болуға келді. Бұл сұмдықтың бәрін өздері де алдын ала білсе керек. Алдыңғы жолғы Бейдайхы жиналысынан кейін Ли Кечаңның, яғни Қытайдың реформатор, Қытайдың мынау Дэн Сяопиншіл басшысы Ли Кечаңның Қытайдағы 6 үлкен қаржылық өлкелердің басшыларымен кездесуі. Яғни Қытайдың бюджетінде ақша қалмағандығынан енді оларды қалай өндірісті өркендету мәселесін айтуда белгі береді. Осының бір көрінісі болып тұр. Қазір Қытайдағы ең локомотив болған, бүкіл завод, бүкіл өндіріс болған, басы болған, былайша айтқан кезде Қытайдың өндірісі, ғылымы жағынан ең алдында тұрған Шанхай қаласының өзі, өзінің шығынын салықтан жинаған өзінің табысы жаба алмайтын халге жетті. Бұл деген сөз не? Банкрот болады. Енді ақшаны қайдан табады? Бүкіл Америкадан, Нью-Йорк қор биржасынан келіп отырған ұлттық компанияның бәрін Ши Цзиньпин өзі құртты. Бүкіл ішкі өндірістегі, мысалы, интернеттегі IT саласында ойындар, интернет ойындарының бәрін құртты. Бүкіл Қытайда осы жалғыз ғана бала болады, сол баланы оқытады. Бір Қытайдың баласы әрі музыка оқиды, пианиносын оқиды, нотасын оқиды, одан әрі ағылшын тілі курсы болады, әрі тайквондо каратасын оқиды, әрі мал бауын оқиды, анда шахматшылықты оқиды, мына жақта математиканы тереңдетіп оқыту, анда химияны тереңдетіп оқыту. Қытайдың баласы дегенің 1-ші сыныптан бастап курстан жаңағы көз ашпайды. Енді Си Цзиньпин келді, оның бәрін жапты. Тіпті ағылшын тілі пәнін алып тастады. Бір кезде тіпті Қытайдың шығыс солтүстігінде орыс тілін оқытуды бастады. Мына ел, бүкіл дүние сөйтіп еді, Қытайлар наразы болып, ақша берсең де орысша оқымаймыз деді. Ақша берсең де орысша оқымаймыз деп. Әлеуметтік желісінде үлкен наразылық болып, біз орыстан сонда не үйренеміз? Орыс тілінен бізге не пайда деп. Артынан ол аяқсыз қалды. Бірақ шығыс солтүстіктегі үш өлкеде кәдімгідей оқулықты орыс тілін шетел тілі ретінде оқытамыз дегенде бүкіл Қытай дүрк көтерілді. Себебі біліп отыр. Жан бағу, ақша, экономика, ғылым, білім, өндіріс бәрі батыста ағылшын тілінде екенін біліп отыр. Ал орыстан не алады олар? Орыстан арақ ішкенді үйрене ма? Жаңағы орыстың қыздарына здравствуйте, можно познакомиться дегенді үйрене ме? Не істейді басқа? Басқа дымға керек жоқ орыс тілінің дәл қазір. Сол Қытайың енді міне сол ақыры өзі мынау Си Цзиньпин деген сұмырайдың арты сол Қытайды құлатып тыныштағатын болды. Енді Қытай туралы бүгінгі айтатын
хабарымыз осы.